Бірінші наурыз дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне орай Түркістан қаласында орналасқан колледж студенттерінің қатысуымен интерактивті сабақ өткізілді. Іс-шара барысында азаматтық қорғаныс саласының тарихы және міндеттері пысықталды. Мектеп оқушылары арасында спорттық эстафета өткізілді. Іс-шара барысында газ қағарларды дұрыс және уақытылы кию, алғашқы медициналық көмек көрсету, зардап шеккендерді тасымалдау әдістері үйретілді. Гражданская оборона – составная часть общегосударственных мероприятий, которые проводятся в мирное и военное время. Основными задачами гражданской обороны является защита населения от оружия массового поражения, а также в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. 1 наурыз дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне орай нөмірі 16-шы Тағат Бегелдинов атындағы жалпы орта мектептің алғашқы әскери дайындық ұйымдастырушысы өз челленджін нөмірі 6-шы Мәншік Мәметов атындағы жалпы орта мектепке жолдайды. Білім беру мекемелері арасында азаматтық қорғаныс саласын насихаттау мақсатында видео челлендждер өткізілді. Бірінші наурыз дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне арналған іс-шаралар өтіп жатыр. Бүгін біз Байтұрсынов атындағы нөмір 1 мектептің челленджін қабыл алдық. Хамза атындағы нөмір 2 жалпы орта мектебі өз челленджін Әмір Темір атындағы нөмір 3 мектепке жолдайды. Барлықтарыңызды дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күнімен құттықтап, ұйымдастырылған іс-шараларды өз мектебінде жалғастыру үшін челленджді Бауыржан Момышұлы атындағы нөмір 22 орта мектебіне жолдаймыз. Сондай-ақ бүлдіршіндерге түсінікті болу үшін балабақшалар арасында мультипликациялық ашық сабақтар өткізілді. Бірінші наурыз дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне орай өткізілген іс-шаралар қарсаңында тақырыпқа сәйкес суреттер салу конкурсы да тыс қалмады.